Жалпы біздің тақырып ішкі мықын артериясы, артерия илиака интерна. Біз артерия илиака интернаның қайда жатуын білу үшін алдыңғы сабаққа көз жүгіртіп көрейік. Яғни ол аортаның бөлінген жерінде ол екіге бөлінді. Артерия илиака коммунис декстра синистра. Ол төмен қарай бағыттала отырып сегіз көз мықын буынының тұсында екіге бөлінді. Экстерна, интерна. Интернаны қазір айтатын боламыз, қандай тармақтарға бөлінеді, қанша тармағы бар екенін қазір талдаймыз. Ең бірінші тармағы ол сегіз көз мықын буынының тұсында екіге бөлінді. Интерна үлкен шоңданай тесігінің жоғарғы жиегінде ол екі ірі тармаққа бөлінеді, екі ірі сабауға бөлінеді. Қабырғалық және ағзалық. Соған байланысты ол өзінің тармақтарын бөлінеді. Яғни ағзалық тармақтары, қабырғалық тармақтары. Ең бірінші ағзалық тармағы ол артерия умбиликалис. Ең ірі эмбрионалдық даму кезіндегі ең ірі тармақ болып келеді. Ол жамбас қабырғасының жамбастың бүйрек қабырғасы арқылы жоғары көтеріле отырып, несеп қуықтың бүйрек қабырғасы мен кіндік аймағында бағытталып, ішастардың астында жатады. Сөйтіп, кіндік өзекшесіне кіріп, сол жерді қанмен қамтамасыз етеді. Яғни ол бастапқы негізі туғаннан кейін артерия көп бөлігі бітеліп қалады негізі. Лигаментті умбиликаль латекқа айналады, ал негізі бастапқы бөлігі өмір бойы сақталып қызметін атқара береді. Жалпы негізі жазып қойғам, ол ары қарай кішігірім тармақшаларға 2-4 тармақшаға береді. Артерия везикулярис супериор деген тармаққа береді. Ол жалпы несеп қуықтың жоғарғы бөлігі мен несеп ағардың дисталды бөлігін қанмен қамтамасыз етіп отырады. Жалпы ағзалық тармақтың ең ірі тармағы осы. Келесі тармағы артерия дуктус деференс, яғни шәует шығаратын түтік артериясы. Ол ішкі мықын артериясының алдыңғы бетінен бастау алады. Яғни ол алға бағыттала отырып, шәует шығаратын түтікке жеткен соң, түтік бойымен екі ірі тармаққа бөлініп кетеді. Дуктус деференс екі ірі тармаққа бөлінеді. Яғни ол шәует шылбыры арқылы артерия тестикулярис пен анастомоз құраса, екінші тармағы шәует шығаратын түтікпен бірге шәует қуықшасына барады. Яғни шәует қуықшасын қанмен қамтамасыз етеді. Дуктус деференс. Әйелдерде бұл артерия утерина, яғни жатыр артериясы деп аталады. Ол сәйкесінше ішкі мықын артериясының алдыңғы сабағынан басталады. Жатырдың жалпақ байламы бар бізде. Сол бойымен алға медиалды жүре отырып, өзінің жолында жатырдың мойнының үстінде несеп ағарды қиып өтеді. Яғни ол жәндегідей несеп ағардың мойнының үстінде екі тармаққа бөлінеді. Артерия вагиналис супериор және инфериор. Ол қынаптың бүйрек қабырғасымен жүре отырады. Яғни қынаптың айтық төменгі және жоғары қабырғасы бар. Яғни қынаптың бүйрек қабырғасымен жүре отырып, аттас супериор мен инфериоры аттас қарама-қарсы тармақтармен анастомоз құрайды. Сонымен қоса олар жатырдың бүйрек қабырғасын және де анабез артериясын қанмен қамтамасыз етіп қояды. Яғни ол сонымен қоса жатыр түтігіндегі түтіктік тармақтары рамус тубари және анабезге келетін анабездік тармақтармен рамус аварика деген тармақтармен анастомоз құрайды. Келесі бізде кішігірім тармақ ол артерия ректалис медиа. Бұл артерия бар болуы да мүмкін, немесе жоқ болуы да мүмкін. Бұл артерия немесе артерия пуденда интернадан да пайда болуы басталуы мүмкін. Ол өзінің атына сәйкес артерия ректалис медиа тік ішектің ортаңғы бөлігін қанмен қамтамасыз ете отырып, артерия ректалис инфериор мен супериор мен анастомоз құрайды. Келесі бізде тармақ ол бізде артерия пуденда интерна. Бізде бұның барлығы артерия интернаның тармағы, яғни артерия илиака интернаның тармағы. Жалпы 4 тармағы бар. 4-ші тармағы артерия пуденда интерна. Яғни оның бірінші тармағы артерия дорзалис пенис, яғни пенистің дорзалды бөлігін қанмен қамтамасыз етеді. Артерия булви пенис, артерия уретралис, артерия профунда пенис, артерия ректалис инфериор, артерия перинеалис, яғни шат аралықты қанмен қамтамасыз етеді. Артерия ректалис инфериор жәндегідей бізде артерия ректалис медиамен қанмен қамтамасыз анастомоз құрай отырып, тік ішектің төменгі бөлігін қанмен қамтамасыз етеді. Артерия профунда пенис, яғни пенистің терең бөлігін қанмен қамтамасыз етеді. Булви пенис дегеніміз, яғни оның
жәндегідей бездерін қанмен қамтамасыз етеді. Перинеалис яғни шат аралықты қанмен қамтамасыз етеді. Яғни біз ағзалық тармақтарды түгелдей аяқтаймыз. Келесі бізде қабырғалық тармақтары. Қабырғалық тармақтарында бізде жалпы 5 ірі тармағы бар. Бірінші тармағы артерия илиа лумбарис, екінші тармағы артерия сакралис латералис, үшіншісі артерия глутея супериор, төртіншісі артерия глутея инфериор, бесіншісі артерия обтуратория, ең ірі тармағы. Яғни осы туралы толығырақ айтатын болсақ, екі тармақшаға бөлінеді. Рамус пубикус, яғни рамус пубикус өлім тәжін құрайтын еді. Артерия илиака экстернаның тармағы мен келесі тармағы рамус эпигастрика, яғни рамус эпигастрика супериор, ол жәндегідей кіндіктің аймағында артерия илиака экстернаның тармағымен анастомоз құрап, кіндіктің қынабымен бұлшық етін қанмен қамтамасыз ететін еді. Бізде жәнде айттық, рамус пубикус деп айттық, өлім тәжін құрайды деп айттық. Ол рамус пубикустың өзі екі бөлімнен тұрады екен. Ол бірінші рамус антериор, екіншісі рамус постериор. Мен кішігірім жазып қойған міне. Екеуі рамус антериор, ол жапқыш бұлшықеттің бойымен төмен жүре отырып, санның әкелетін бұлшықеттердің жоғарғы бөлімдерін қанмен қамтамасыз етеді. Ал артқы тармағы болса, рамус постериор, жапқыш жарақтың сыртқы бетімен төмен және артқа бағыттала отырып, сыртқы және ішкі жапқыш бұлшықеттерді қанмен қамтамасыз етеді. Яғни рамус обтуратория экстерна, интерна және шоңдаған сүйегін қанмен қамтамасыз етеді. Сонымен қоса, ол ұршықтық тармақ ұршық буынының қуысына ұршық тілігін арқылы кіріп, лигаментум капитис фемористің бойымен жілік басына жетіп, яғни ұршықты қанмен қамтамасыз етеді. Біз осымен ішкі мықан артериясының ағзалық және қабырғалық тармақтарын аяқтаймыз.